Так, бұл сабақта мен сіздерге позиция қалай ашу керек практика жүзінде толыққанды көрсетемін және позицияның ішін түсіндіріп өтетін боламын. Жалпы позицияның ішінде не болады, қазір түсіндіріп өтетін боламын. Қараңыздар, мына жерде бізде рыночныйды таңдаймыз. Рыночный таңдалып тұр. Бізде сумма деген жерге мен сіздерге примерно қазір 20 доллармен ашып көрсетемін. 20 долларды көбейтеміз 25-ке, 25 плечо ол 500 болады, 500 и купить лонг, подтвердить. И все, открыт, ашылды. Енді қараңыздар, осы позицияның ішінде позиция дұрыс ашылғанын білу үшін К биткоин USDT бессрочный изолированный 25x деп тұрса, значит сіз дұрыс аштыңыз деген сөз. Бізде маржа USDT деп тұр. Бұл біздің 17.34, яғни жаңағы 20 доллар ашқан 20 долларымыз. Бірақ бұл жерде енді аз суммамен ашқандықтан аз, то есть кемейтіп көрсетіп тұр, яғни дұрыс есептемей көрсетіп тұр. Ол ничего страшно болып тұрады. Одан кейін размер USDT деген бар. Размер USDT ол Binance берген ақшаны көрсетеді жалпы. Одан кейін бізде ROI деген бар. ROI деген ол процентпен көрсетеді. Мына 17 доллардың минус 0,79% көрсетіп тұр. 12% көрсетіп тұр, И одан кейін таза пайданы көрсетеді. Мына жерде PNL USDT деген тұр. Минус 0,5 доллар деп көрсетіп тұр, яғни минус болса минус, плюс болса плюс деген сияқты жалпы дәл осындай көрсетіп тұрады. Жалпы бұл позицияның іші. Енді астында маңызды нәрселер бар. Цена входа деген дүние бар. Цена входа деген ол сіздің кірген уақытыңызды білдіреді. Яғни бір биткоиннің құны 85.852 кезінде биткоиннің бағасы жоғары кетеді деп мен позиция аштым. Түсінікті ғой? Осы 85.852-ден баға жоғары кетсе, онда мен пайдаға шыға берем. Ал егер төмен кетсе, онда мен минуста көрсетіп тұра береді. Минус көрсетеді, яғни. Енді цена маркировки деген бар. Цена маркировки ол 85.900 көрсетіп тұр. Бұл цена маркировки деген сөз дәл қазіргі уақыттағы бағаны көрсетеді. Болды, басқа ештеңке емес бұл. Қатты маңызды емес, яғни. Одан кейін цена ликвидация деген дүние бар. Вот осы маңызды нәрсе. Цена ликвидация деген сөз, яғни жойылып кету деген сөз, жоқ болып кету деген сөз ғой. 82.716. Яғни мен қазір 85.852-де кірдім. Баға жоғары кетсе, окей, түсінікті пайда көремін. Ал егер биткоиннің бағасы түсіп кетсе, 82.716-ға жетсе, мен осы жердегі ашқан 17 долларым күйіп, яғни жоқ болып минусқа кетіп қалады. Менің уже ақшам жоқ деген сөз. Түсінікті ғой, 82.716-ға кетсе, яғни барса, биткоин бағасы құны төмендесе, онда мен ақшаны жоғалтып аламын. Оны жоғалтпас үшін біз келесі сабақта страховка, яғни осы ликвидацияны қорғайтын, яғни схеманы көрсететін боламын. Бұны мүлдем болдырмауға болады, негізі 100% ликвидацияға ұшыратпауға болады. Мен соны бірнеше сіздерге фишкасын көрсететін боламын. Жалпы бұл ликвидация деген сөз осы, яғни осы жерге жеткен кезде міндетті түрде ақшаларыңыз жоқ болып кетеді. Жалпы қысқаша позицияның іші осы. Осыны міндетті түрде қараңыздар. Сосын кредитный плечо деген бар, оны тиіспейсіздер, ешқандай баспайсыздар. Одан кейін астында TPL sell деген бар, соны басасыздар міндетті түрде. Одан кейін позиция TPL sell, соған басасыздар. Және де бұл жерде біз не істей аламыз, бұл жерде біз пайданы көре аламыз. Мысалға, сіздер 89.000-ға барса, мен сатам деген сияқты қойсаңыздар болады. Біздің стратегия бойынша тейкті ғана қолданамыз. Стоп-лосс деген бар, оны мысалға тоқтатуға болады. Жаңа ликвидация болмай жатып, мысалға 84.000, 82-ге бармай жатып, 84.000-де сатсаңыздар болады. 84.000-де сатсаңыздар, минус 9 доллар жоғалтады екенсіздер. Ал егерде 89.000-ға барса, онда 15 доллар не істейсіздер, пайда көреді екенсіздер. 84-ге барса 9 доллар жоғалтасыздар, 89-ға барса 15 доллар, яғни 17 доллардан 15 доллар пайда көреді екенсіздер. Түсінікті ғой, жалпы бұл жерде, міне қайтадан көрсетейін, TPL sell дегенді басасыздар, позиция TPL sell, take profit. Біздің жағдайда тек қана take profit қоямыз. Мысалы 89.000. Все. Осылайынан қоясыздар, готов и подтвердить. Подтвердить. Дәл осылай қойып қойсаңыздар болады. Яғни биткоин бағасы 89.000-ға барған кезде өзі жабылады.
немесе астыға түсіп кете берсе стоп лосс қолданбайсыздар, оның орнына біз не істейміз, страховка қолданады екенбіз. Соның арқасында біз минусқа кетпей түбінде плюспен жауып шығады екенбіз. Егер сіздерде бір нәрсе дұрыс емес болса, кез келген жерден жапқыңыз келсе, онда закрыть деген кнопканы бассаңыздар болады. Закрыть и подтвердить. Все, подтвердить бассаңыздар, сіздер не істейді? Жабылып қалады. Все. Пайда болса пайдамен жабылады, минуста тұрса минуспен жабылады. Түсінікті ғой, жалпы позиция ашу деген осы, и жабу деген осы. Жалпы ашып жауып көрдіңіздер. Енді келесі сабақтардан бастап бұйырса нағыз стратегиямен жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.